Бәрі бітті дегенде, өмірде берілуге шақ қалған кезде оқыңыз. Бәрі уақытша, толқын сияқты айналымы бар. Басталған нәрсе міндетті түрде аяқталады. Бұл қиын кезеңде міндетті түрде өтіп кетеді. Адам ең шегіне жетіп шаршадым дегенде де өз күшінің 40%-на да жетпеген болады екен. Сізде орасан зор ішкі қуат бар. Көзіңді жұмып, өз күшіңізге сенуіңіз керек. Егер алға қарай жүріп келе жатсаңыз, сіз жеңіп келесіз. Әр кішкентай қадамыңызды, әрбір аз ғана алға жылжуыңызды ішкі ризашылықпен қабылдаңыз. Өміріңіздің мән мағынасын ұмытпаған адамға өмірдің барлық сәттері қиындықтармен қоса тәтті болады. Сіз не үшін келе жатырсыз? Бала-шағаңызға қандай тарих қалдырасыз? Соны еске алыңыз. Кейде артқа бір қадам шегінген күндер болады, бірақ алға 3 қадам аттайтын күндер де бар. Қателесу тек жастарда ғана емес, бір нәрсе жасап жүрген әр адамда болатын нәрсе. Ештеңе істемей отырған адам ғана қателеспейді. Ештеңе шықпай, ілгерілемей жатқандай болса, назарыңызды өзіңізге аударыңыз. Жауға аттанатын аттар алдымен семіреді дегендей, өзіңізді қуаттандыруға көңіл бөліңіз. Бұл тоқырау емес. Қиын уақыттар достың қандай екенін танудың қолайлы кезеңі. Достарыңыздан көмек сұраңыз. Жақындарыңызға ішіңіздегіні жеткізіп, мәселеңізді түсіндіріп, көмек сұраңыз. Бұл үшін батылдық пен эгоны жеңу керек. Сол эгоны жеңуді үйренейік. Мазалап, мазақ қылатын кездерде болады. Өзіңізге сенімсіз, үйден шыққыңыз келмейтін кездерде кездеседі. Шын мәнінде адамдар сіз ойлағандай көп ойламайды. Ойласа да, күніне 24 сағаттың 5 минуты ғана әшейін сөз етеді де қояды. Сізді сынап, төмендететін адамдар міндетті түрде табылады. Олардың көбісі өз армандарынан бас тартып, ішінен ренжулі жүрген адамдар екенін байқайсыз. Оларды ауыр қабылдаудың еш қажеті жоқ. Өз әлеміңізді тек өзіңіз ғана құра аласыз. Барлық нәрседен шегініп, өзіңіздің жайлы аймағыңыздан шықпай, қорқынышты жеңбей, жалқаулықты жеңбей, сіз ешқандай өзгеріс жасай алмайсыз да, артқа кете бересіз.